Бірінші есепте 9 адамның ішінен 6 адамнан тұратын комиссия неше тәсілмен таңдауға болады? 9 адамның ішінен 6 адамды теруге саламыз. 9 факториал, 6 факториал, 9 азайту 6 факториал. 9 факториал, 6 факториал, 3 факториал болыпты ма? 6 факториал ашамыз 7, 8, 9. Именно 6 факториал 1, 2, 3. Мынау 4, мынау 3. Сонда 84 болады. Сонда жауабы 84 тәсілмен таңдап алған. Екінші есеп зауытта шығарылған подшипниктердің 30% ақауы бар. Бақылау кезінде өнімнің 65%-ында ақау анықталды. Қалған өнімден сатылымға жіберді. Келесі сатып алынған өнімнің ақаусыз болу ықтималын табыңыз. Жауабын жүзікке үшін дөңгелектейік. Біріншіде бізде 30%, 30%-ды санға айналдырам. 0-де 3. Яғни 100%-ға бөліп отырасыңдар. Сол сияқты 65%-ды да 0-де 65 болады. Бұл ақауы бар. Ақаулысы. Енді осы 0-де 3-ті көбейтемін 0-де 65-ке. Так, 15 бір ойда. 18, 19. 0,195 болды. Яғни 0-де 195 деген сөз пайызға көбейтсең, бұл бізде 19,5% болады. Енді бізде екінші. Сол бірден азайтам 0-де 195-ті. 0-де 805 болады. Бұл бізде ақаусыз. Үшінші амал. Енді 0-де 3-тен азайтамын. Яғни 0-де 195-ті. Яғни 0-де 105. 0-де 105-ті 100%-ға көбейтсек, бұл бізде онда 5%-ді білдіреді. Төртінші бізде, яғни ықтималдың формуласына қолданамын. М деп отырғаным 0-де 805-тен азайтамын. 0-де 105-ті. Яғни ол бізде болады 0-де 7 болады. N деп отырғаным 0-де 805. Орнына қоям. М бөлінген N 0-де 7-ні бөлемін 0-де 805-ке. Яғни мына 2 санға 100-ге көбейтсем 805, 700 болады. 0-де 8, 6, 9 сой кете береді. 100-ге шейін не қылсақ 0-де 87 болады. Сонда жауабы 0-де 87. Жоқ шамамен. Жақсы. Үшінші қорапта 8 жасыл және 12 сары бар. Қорапта кез келген түстегі бір шар неше тәсілмен алуға болады? Екеуін қоссақ, бізде жалпы 20 тәсілмен. Жауап 20 тәсіл. Кез келген түсті бір шарды неше тәсілмен таңдап алуға болады. Яғни 20 тәсілді бір-бірден қалаған таңдауға болады. Қорапта әртүрлі түстегі 2 шар неше тәсілмен таңдауға болады? 8-ден 1 көбейтем 12-ден 1. Әртүрлі түстегі шарды неше тәсілмен? 8 факториал, мына жерде 1 факториал, 8-ден азайтам 1-ді. 12 факториал, 1 факториал, 12-ден азайтам 1 факториалды. Астында 8-ден 1 7 факториал, мына жерде 7 факториал көбейту 8 деп ашайын. 11 факториал, 11 көбейтілген 12.
8-ді 12-ге көбейтем. 16 бір ойда 8 96. Сонда жауабы 96 тәсіл бар.